егер де финалға шығып жеңімпаз болсақ тек қана қыздар, мен тұрмысқа шығайын деп шақ қалып тұрмын. Кетемін тұрмысқа дедім. Ертесі күні ма, прямо? Айттым. Байқамай айтып көрдіңіз ба, жоқ әлде расымен солай ма? Расымен де Құдай қаласа, енді ол деп жатыр дейді. Жігіт болса кете беремін ғой десең. Ойнап айтамын, жігітім бар. Кеттау, мақсатына жеттау. Өлә, қыздар, біз осы уақытты қанша жыл армандадық десеңдер. Сәл болмағанда ғасыр күтеді екенбіз ғой, ә? Бұл киуананы алатын адам бар екен ғой деймін. Бірақ қыздар, біз мына сахнаға не үшін шықтық? Мына халықты қыран топан күлдіретін адам құсап, мереке кеткеннен кейін, капитанымыз кеткеннен кейін артынан абырой бар да, біз де кете салуымыз керек еді. Неғып кетеді екенбіз? Ойбай, енді капитан жоқ қой? Неғып жоқ екен? Бар ма не? Неғып? Я бар. Ойбай, кім ол? Мен? Неғып сен? Кеше ғана өткен сайлауда сайланған жоқ ма капитан болып? Ойбай, ол сайлауда неге біз жоқпыз? Сайлау жабық түрде өтті. Ашық түрде өтсе де, капитан болған мен лайықпын. Мен лайық, мен капитан болған мен лайық. Капитан, мен де капитан, мен де Махаббат деген тылсым ғой. Ат әлемге естілген. Талай ғашықтар некелерін кестірген. Қанша уақыт өтсе де жан дүнием жап-жас қой. Жан дүнием жап-жас қой. Түріміз ескірген. Қыздар, мен байқасаңдар, алды-артыма қарамай, түп-түзу тура жылмен кәдімгі баса беріппін ғой алға қарай. Ал енді алдымнан крутой поворот шығайын деп тұр, қыздар, ойлаңдаршы. Мереке, қолыңдағы гүлің әдемі екен. Қақтан ұрлап алдың? Ұрлаған жоқ, мен жігітім берді. Жігітің қақтан ұрлап апты? Ойбай, қуатыр, мыналар кәдімгі бастықтан ұмытайын депті ғой, не отыр, тыншықпан мына жерде? Өлә, мереке пармес бәше, сіз жоқ кезде деген мұна командың бәрі капитан мен боламын деп бәрі таласты. Мен ғана таласқан жоқ. Құдай ақайты. Сен бар ғой, сәсе демалып сөйлесшісің ба, Сен бірінші таласқан сияқтысың ғой? Ойба, сонда мен... Бопты, білейік, кім капитан болды ал? Не олды, оталамай тұрсың ғой? Кім деймін, кім болды? Мен көрінбей тұрмын ба не? Ойбай, сен көрінбей қалсаң бәледі ау, Сен көрініп тұрған соншалық артындағыларды көрсетпей қойдың ғой маған? Болды, бар кетіңдер, өзім ойнайым, жалғыз шығыңдар командадан, бар. Мереке, кетсең өзің кет, білдің ба? Алдыңғы жыл сен емес па, финалға өтсем болды, тұрмысқа кетем деген. Халықтың бәрі сен тұрмысқа кетті деп ойлап қалды ғой? Не істеп жүрсің? Мен соның қамымен жүрмін айналайын. Соны мен үндемей өзім кет қалмайын деп, халықпен таныстырайын деп, сендерді жезделеріңмен таныстырайын деп кеп тұрған жоқпын ба? Қойш. Қазір жезделерің келіп? Таныстырасың ба шынымен? Айтпайсың ба, киім келетін едік қой? Қазір жапырақ орамып тұрсың ба не? Жоқ, әдемі киім келетін едік қой? Айналайындар, о әдемі көйлек анауына сендерге көмектеспейді мақыл. Оның үстіне ол бір көйлекке қарамайды, әдемі түрге қарайды. Ойбай, саған қалай қараған сонда? Айттым ба саған, бұған көзін әшер көретіндерден басқа ешкім қарамайды. Мұнандай жігіт шығатынын білгенде халатпен ақ шығатын ем ғой. Ойбай, мен чорт емайтымен ғана шыға салатын ем ғой. Несі бар екен? Әп-әдемі жігіт, сұп-сұлу, тепсе темір үзетін. Очкенің артында қанша сұлулық жатқанын айтсайшы. Ойба, мұнау кәдімде мұнаған қанаға тұттыр ғой, Оны қазір мен шынымен жігітім шықса талайын деп тұрмын мына жерде. Ойбай, сіз сонда мерекенің жігіт емессіз ба не? Жоқ, Құдай сақтасын. Төрт көз, сонда сен мен не әдемі емес деп тұрсың ба? Допустим ал. Сен вообще кімсің, не шықтың өзі? Саған келгем. Кім? Уақытым жоқ, кейін берім автобуста. Айттым ғой, жігіттер артынан қалмайды жоқ. Айналайын, мен абай күзетшінің ескерткішінің күзетшісімін.
Мына соның алтындағы ана құрмет гүлін алып кете бермеңдерші осы. Бәсе бұған кім гүл береді деп едім. Өзі қызуғанды жігіт екен. Қосе болды. Көзімен өз сынып тұрғанда біреуге. Мереке қайсың жігітін көрсетші? Жоқ, жігіті бар болса бағана шығармай ма? Жоқ қой жігітті. Сәлем жан, сәлем қыздар. Қош келдіңіз отағасы. Уйбай, мынау да майыс сөйлейді екен ау. Қыздар, олай демендер, мен бұрыннан өзі сондай майыс қақпын, текетек майыс. Жан, мына гүл саған айтпақшы. Мереке, жігіттің туыраны кәрістің сериалындағы Кучемпио сияқты ғой. Ал мен сол кинодағы Гүмжакин. Жоғы, үндінің сериалында кәләнесің. Мыналарға бар ғой дым дауа жоқ күні. Әкеше, не қылып алып кете береді мыналар? Кешір. Отбасылармен жүздік. Түсінбедім. Ау, жігітім. Ойбай. Кім мен шақырып отқан? Ойынша емес қыздардың ішіндегі ең ойынша емесі. Не болды? Қалыңмауға қанша берем деп жатсыз? Со 1,5 миллион ғой. Далаға кеткен қуақшай, ысырап. Әй, тегін ақ кететіңіз ғой? Оғызымыз ақтай ма екен ол ақшаны? Отағасы, сахнаның сыртына бара тұрасыз ба, мына әдемі қыздармен сөйлесіп алсам мен. Жарайды, машинада күтем. Сен машинаңда. Сіздерге ше дауа жоқ екен, кәдімде, бұрында бір әдемілігімді көре алмадыңдар. Ладно, дедім. Ладно, енді оны сендердің түрі ойынша емес болғанда сендер кінәлі емессіңдер ғой. Енді жасым 40-қа келіп күйеуге кетейін жатсам, сонда көремей тұрсыңдар ма? 1,5 миллион какой-то мың сол машинаға да кете салады ғой, дұрыс па сол 1,5 миллион? Ойбай, онда машинаға кеткен жақсы еді ғой. Зато мені алатын болса білесің ба? Айналайын, қарны ашқанда аспазшысы болам. Үйі шашылса қызметшісі болам. Ойбай, ақыл жетпей жатса ақылшысы болам ғой. Мереке вообще көңіліңе алмаш құрсын. Мен шын айтайын бар ғой, шын жүрегімізден қуаныштымыз, рас айтамын. Қандай күшті емес пе біздің жездеміз болады? Оған біз ғана емес, бүкіл халық бақытты, бүкіл халық қуанышты сенің байға тиетінге бар ғой. Солай емес пе халқым? Қобалжып атсың ғой да түгел есебей мен кететін ме, кәдімде көре алмай. Осылай ғана ризасыздар ма не? Қалай риза екендеріңізді қатты білдіріңіздерші, ана жіберейік байға. Мынау сенен құтыламай жатқан халықтың шапалағы ғой. Сенен біз ғана емес, бүкіл халық шаршам ғой, кетші айналайын. Кетем не? Өлі сендер кәдімде мен кетсем жүда өздерін халықты күлдір алатындай әңгіме айтасыңдар ғой кәдімде, я? Қыздар, Мереке, білмейін, зарына қоя тұр, осы жерде шынымен сценарийден тыс, құрмет достар, сценарийден тыс шынымен де осы жерде Мерекеге сезімімді білдіргім келіп тұр. Осы уақытқа дейін сені апа деп жүрдім. Шынымен де. Сен мені інім деп жүрдің. Негізгі мақсатың осы екен. Менің де мақсатым осы болған негізі. Әлемдегі ең жақсы сөздердің барлығын тек құлағыңа сыбырлап айтам. Маған тұрмысқа шығасың ба? Бұл тек бастамасы ғана. Осы маусымда, дәл осы сахнада Мерекенің талай қызықты сәттерін бірге өткіземіз. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен тек қана қыздар оқитын университеттен келген тек қана қыздар КТА командасы.